Армысыздар, есім Ораз Амантайұлы. Мен сіздерге бүгін тікелей эфирді қалай түсіру керек және мына экранды қалай видеоға басу керек сол жайлы программаны айтатын боламын. Ол үшін бізге Яндекске не Гуглға мынандай программа бар, OBS деген, осыны скачать етіп аласыздар. OBS Studio деген. Біріншісіне кіресіздер. Сол жерде бізде мынандай программа ашылады. Осындай программаның арасына Windows деген мынада 8, 10, 11 деген сияқты 10-ға дейін. Осындайларға установить етуге болады. Соны скачать етіп аласыздар. Сосын ол программа мынандай болып сақталады. Содан кейін бізге нарада устройство захват видео деген таңдайсыздар. Ол үшін нарада плюс деген батырманы басасыздар. Осының арасында захват видео деген таңдайсыздар. Сосын захват экран деген бар. Захват экран. Осыны таңдайсыздар. Бұл не үшін керек? Бұл сіздерге мысалы тікелей эфир түсірген кезде, болмаса YouTube'қа тікелей эфир шыққан кезде мынамен көрсеңіз болады. Міне. Өзіңіз шығарады. Бұны өшірсеңіздер, экран шығарады. Так, видеоны мына жерде запись видео деген тұр, осыны басасыздар. Тоқтататын кезде осы остановить запись деген басасыздар. Так, міне қазір мына экран түсіріп жатыр. Осылай жасасаңыздар болады негізі. Алдағы уақытта YouTube'қа қалай тікелей эфир шығу керек, осы арқылы сол жайлы да видео түсіретін боламын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.